Salmasınlar mı okuşlar? Tak, oturamiz. Bugün kim yok? Başla. Startçı kim? Batı Birjası, Sivit'te olacak. Так, oturamiz. Uyga kecha eksperimentda topshirma berilganida, to'g'ri emasmi ya? Eksperimentda topshirma kim o'rnab keldi? Tek sen g'anami, boshqa o'rin? Kerak. Uyga eksperimentda topshirma kim o'rnab keldi? Kelaver. Yarasin. Eksperiment topshirma. Eksperimentga stakandan suv suyib qaz kerak. Biz qaz üstüne koyamiz. Biz üstüne biz suda koyamiz. Jiberamiz. Istab turadi suv, onun qismi, sap qismini istab turadi. Жарай. Bu yerda ne bayqadik? Ya'ni qism, qism. Ya'ni sonda parağımız жаңа sulanıp ketkençe ne istedi? Suvumuz akpay turadi. Sebebi arasında ne istedi? Havo qalib ketdi. Havo qalib ketdi arasında. Uyda o'sha topshirmani, eksperiment topshirmani bärini o'rnab ko'rdikmi? Жарай. Al onda uyga bergan topshirmalar bo'yicha so'rovlar qo'ysak. Bir topshirmasi bo'yicha har indusi deb ataladi. Ya'ni qism deb yeni ataydi. Betga perpendikulyarda birday havo qismi orqali suyuqning o'lchami beramiz. Qismda qalay aniqlaymiz? Qismning formulasi aytadi. F teng PS. F teng PS. P deb o'tganmiz ne? Qism ya? S deb o'tganmiz. Avda ne? Avda. Şangsiz yurgan adam nega qarga o'mplaydi? Шаңғы киген адамның аяқ киімі ауданы кішкентай болғандықтан қарға кіріп кетеді. Ал шаңғы киген кезде шаңғының ауданы дөу болғандықтан қардың үстінде оңай жүруге болады. Оңай жүруге болады. Қыстың жаңағы шаңғы сырғанауға ыңғайлы жарайды. 1 паскаль неге тең? 1 паскаль берейік. 1 паскаль тең болады 1 метр квадратқа, ал ол ықшамдай келе ол 1 ньютонға тең. 1 newton bölünген 1 metr kvadrat. 1 metr kvadrat. Yani 1 newton күшті 1 metr kvadrat ауданға бөлгенде есілген шығады екен. Жарайды. Ал жарайды бұнда. Ағарай. Бүгінгі тақырыбымыз дәптерлерімізді ашамыз. Гидравликалық машиналар деп аталады. Дәптерлерімізді ашамыз. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз, яғни гидравликалық машиналар деп аталады. Бірі, екіншісі, екінші Endi biz sabahımızda başlamasdan burun, yani topqa bölünmasa, yani bizim sabahımızda top benimle savardı, ondan keyin cüp tozumuz var, ondan keyin çeke cümüz boladı. Yani kan arda başlamayınca orumuzdan durup, necede 3 takniye alamız. Bunga yani 3 topqa bölemiz. Yani bu жерде Isaac Newton'un alған оқушылар 3-ші партаға отырамыз. Суретін алғандар, Паскальдың суретін алғанда 1-ші партаға отырамыз. Джо біраз алған суретін 2-ші партаға отырамыз. Дәптерлерді аламыз. Yani Udukpa, uduk olanlar Yani o stopla biz bәріміз жұмыс жасаймыз. Topla жұмыс жасаған кезде жаңа топтың ережесін білеміз.
мұғалімді тыңдаймыз, одан кейін бір-бірімізді тыңдаймыз, ойларымызды ашық айтамыз. Жарайды, бүгінгі тақырыбымызды жазамыз. Яғни гидравликалық машиналар деп аталады. Гидравликалық машиналар Паскаль заңы негізінде жұмыс істейтін құрылғылар. Яғни гидравликалық пресстеу. Гидравликалық пресстеу деп атқанымыз кәдімгі біздегі күнделікті өмірде қолданып жүрген нелер? Домкрат, одан кейін гидравликалық пресс күштер. Яғни сонша есе ұтсақ, қанша есе ұтыс береді дейді, ең үлкен поршын ауданынан, кіші поршын ауданынан деген үлкен деген. Яғни гидравликалық пресс деп отқанымыз бізде мынандай құрылғы. Бұны біз көбінесе неде пайдаланамыз? Машинаны көтеретін кезде домкратты көргенбіз ба? Үйдегі мынаны кішкентай поршын деп аталады мынау. Мынау қандай поршын? Мынау үлкен поршын деп аталады. Яғни мынаны басатын болсақ, жаймен не істейді? Бұлардың ішінде яғни сұйықтық май болады. Басқан кезде мынау кішкентай поршыннан, үлкен поршыннан не істейді? Ауданы үлкене, сөйтіп үлкен поршынның не істейді? Көтеріледі. Ең үлкен жаңағы машиналардың өзін істеуге болады екен, көтеруге болады екен. Өткен сабағымызда айта кеттік, қысым, яғни ішінде сұйықтық болуы мүмкін. Мына жердегі екі жаңағы шприц десе болады жаңағы. Оны бір-біріне істейміз, түтікшемен жалғаймыз. Біреу жаңа үлкен ауданды S, екіншісі не? Кішкентай ауданды. Яғни осы жаңағы гидравликалық пресстер осындай бір немен принциппен негізделіп жасалған. Егер кішкентай жаңағы неге ауаны үретін болсақ, не істейді? Қараңдар. Көтеріліп жатыр ма? Көтеріліп жатыр. Ал машинадағы көтеретін жаңағы үлкен басатын болсақ, не істейді? Кішкентай көтеріліп жатыр. Мына. Көрдіңдер ме? Гидравликалық пресс. Бұл көбінесе жаңағы үлкен машиналарды көтеріп арналған домкраттарда пайдаланамыз. Мысалға, осындай принциппен негізделіп домкраттар жасалған. Міне, бұны жаңағы кішкене жасадық. Міне, қараңдар. Мына жерден үретін болсақ, не істеп жатыр? Міне. Машина көтерілді ма? Сөйтіп не істейміз? Дөңгелегін ауыстырамыз. Сөйтіп кейіннен ауасын жаңағыдай домкратты жасап, не істейді? Түсіп. Көрдіңдер ме? Бұл гидравликалық жаңағы пресстер деп аталады. Домкраттар, көрдіңдер ме? Көтеріліп, және де не істейді? Түсіп, ауа. Яғни бұның ішінде сұйықтық болады, май, житкіс болады, немесе жаңағы қойғылау майларды не істейді ме? Пайдалануға болады екен. Ал міне, сол гидравликалық жаңағы пресстердің кейінгі жаңа түрлері көрсетіледі, слайдтан. Міне, гидравликалық машиналарды көбінесе неде пайдаланады екен? Суреттегідей. Міне, үлкен техникаларда, көрдіңдер ме? Олардың бәрінде несі болады? Цилиндрі болады. Көрдіңдер ме? Міне, крандар, одан кейін жаңағы экскаваторлар, олардың бәрінде цилиндр болады. Не істейді? Үлкен жүкті де аударуға осы гидравликалық жаңағы пресстерді пайдаланады екен. Мына гидравликалық пресс суреті бірінші поршен, поршен деп аталады. Одан кейін ортада тұратын соның өлшеуші құрал. Одан кейін үлкен поршен. Міне гидравликалық пресстің нелер, түрлері. Енді гидравликалық машиналардың, гидравликалық пресстердің түрлері көрдіңдер ме? Домкраттар неше түрлі? Жаңа технологиялы домкраттар. Осы домкраттың жаңа түрлері. Міне, тура осындай, егер үлкен поршында жаңағыдай домкрат болатын болса, яғни көтергіш дейді ғой, қазақша. Көтергіш болатын болса, жеңіл машинаның өзін істеуге болады деген. Кішкентай ғана поршынмен жаңағы көтеріп алуға да есебінен болады екен. Қазір машина жүргізетін орындарда осындай домкраттарды пайдаланады. Дәптерді ашамыз. Дәптерімізді ашамыз.
Daftarimizni ochamiz va formulani tez yozib olamiz. Mana. Buna degan F bölüngen S. F deb o'tganimizda kuch, S deb o'tganimiz audani. Bu neni beradigan? Qismni beradi. Ama ulkan portion, ne? Kichkina portion. O'g'anda F1 kuch tushirganingizda F2 kuchimiz nechasiga jo'g'ari bilan ko'tariladi ekan. Bu jaraga na prinsipga negizlangan. Ulkan jaraga qo'shganingizda jo'g'ari ko'tariladi. Mana. Undami? Ko'rib bo'lsin. Ya'ni S deb o'tgan audani portionni, mana nechadagi jaraga ulkan portionning audani. Kichik portionning audani ekan. F2 kuch F2 kuch ko'ringan S qo'yilgan qism S qo'yilgan, ya'ni audan. Mana gidravlikal qism surat mashinalarida desa, turlari. Jazovat bor. Ya'ni ulkan portionning ko'ldangan qiymasi audandan kishi qancha yesi ulkan bo'lsa, qancha yesi ulkan bo'lsa, ulkan portionda soncha ulkan kuch harakat etadi, ko'ndimi? Ulkan portionda soncha yesi harakat etadi. Yozib bor? Yozib bor? Jaraydi. Sabaqqa jalb tushundik-ku, ya, bugungi sabaqqa qatishda barimiz qisqacha poster formasaga darma o'z to'pini istaymiz жұмыс жасаймыз. Plakatdan сөйтіп жаңағыдай формуласын немесе суретті салып істейміз, постер қорғаймыз. Топ-топпен. Есік ашып, топпен жұмыс жасаймыз. Сіздер бері қараңдар. Кел. Тез. 5 минутта соңымызбен жұмыс жасаймыз. Осы сабаққа қатысты постер істейміз, қорғаймыз. Постеріміздің тақырыбы, яғни гидравликалық машиналар деп аталады. Гидравликалық машиналар. Тез. Яғни қайсымыз бірінші бітсек істейміз, шапалатпаймыз, Markerni salalım. Markerni salalım. Marker paylaşın. Marker. Çok. Salalım mı dostum sırası? Kork. Gözüm. Siz poster. Kimdayım? Önce doğru ayaklarda, ikinci. Tak, ya. İkinci top. Newton doğru ayaklarda. Üçüncü top. Pascal top. Kan birinci top, doğru top. Bakalım sonunda kim top başlarım? Sağ olsa. Bakar mı? Biz gidroaktivli mashinani saldik. Gidroaktivli mashinер ish harakati qo'llan standartli suyuqliklarni tibbiy mashinaga. Gidroaktivli tejevishlarni ko'pincha avtomobillarda yuzaga asrab жүргізуші бірінші металлармасында екінші сенімдердегі, осы сенімдердегі үшінші түтікше және төртінші тежеуіш сенімдердің сұйыққа қысым түсіреді. Қысым күшінің әрекетінен төртінші тежеуіш сенімдердегі ығысып, алтыншы негізгі тежеуіштің барлығын қарай көтеріп қысады. Bunun başladığı formumuz bu ya? Gibi anok pedal ya? Tak, bu F bölümde S yapmamız ne? F de oturmamız? F diyemiz. Kuş? S olan ne? Caray. Oturalım. Gel stop. Kam? Newton da olan. Gelin kam? Test. Bu başına
бұл көтергіш цилиндр. Бұл жерде бұл А дегеніміз пресстейтін дене. Б дегеніміз пресстеу цилиндр бар үлкен поршын. Д дегеніміз пресстеу цилиндрі бар кіші поршын. К дегеніміз қақпашалары. П дегеніміз жоғарғы платформа. Жарайт. Екі жоғарғы платформа. Нәтиже? Манометр. Жарайт. Мына Ж сүйек бар. Жарайт. Одан кейін сурет сағалаймыз. Сақтандырғыш. Сақтандырғыш сақпа, иә? Бұл мына жерде екеуі цилиндр, шамдары дөңгелегі. Бұл үлкен заттарды қозғалтуға арналған машина. Цилиндрлер, иә? Цилиндр көтергіш цилиндрлер. Көтергіш цилиндрлер. Жарайт. Отырамыз. Келесі Паскал Нова. Кім? Ерей. Бізде көтергіштің ең кішкентай түрі, екі жақтан қарағанда, бұл қолға ұстаған кездегі ыңғайлы. Гидравликалық машиненің үлкен прошынан ауданы кіші прошының ауданы неше есе артық болса, гидроспеннің машинесінің кіші сонша есе артады. Анау не саламыз? Бұл жерде бізде машина. Қандай машина? КамАЗ ба? КамАЗ. Аударылып жатқан кездегі осы күшпен Поршын ба бұл? Цилиндрлі поршын, иә? Осы көтерілген кезде ішіндегі зат жүк көбейеді. Формулаларымыз? Бұл жерде F2 тең P2 көбейтілген S2. F деген бұл жерде күш, P дегеніміз қысым, S дегеніміз аудан. Аудан, иә? Жарайт. Гидравликалық дампырат, гидравликалық пресс. Не алды? Солар сектор. Әрекет етеді, жарайт. Жақсы. Бәрін қамалтаймыз. Келесі бізде достар, яғни енді шешуші үштік деп аталады. Енді жанымызда папалас достарымызбен жұптық жұмыс жасаймыз. Яғни есептер шығару. Бірінші есеп жаңағы бірінші топқа, яғни Паскал тобынан екінші жаңағы Джоуль тобына үшінші есеп. Яғни Ньютон тобына. Есептер шығарамыз. Топ-топты. Есептер шығарамыз. Деңгейлік тасыма шешуші үштік деп аталады. Бірге есептер шығарамыз. Бірінші арада бірге жұмыс жасаймыз. Бірінші гидравликалық пресстің кіші поршынның ауданы 5 метр квадрат дейді. Оған әсер етуші күш 200 ньютон. Үлкен поршынның ауданы 150 метр квадрат. Осы жағдайда үлкен поршынға әсер етуші күшті, яғни. Мына кішкентай поршынның ауданын айтып отыр, екінші үлкен поршынның ауданын айтып отыр, үлкен поршынға түсіретін күш табуымыз керек. Қай формуланы табамыз? Нері? F2 бөлінген F1 тең S2 бөлінген S1.
Кім? Серікбай Балауса. Қандай шықты? 40.000 паскал шықты ма? Есебін сәт дұрыс толмайды? Дұрыс толмайды. Жоқ, форманы дұрыс ме? Қатта болған қараймыз. Екі бөлінген. Екі бөлінген. Екі бөлінген. Форманы сәт қателеу. Форманы. Но форманы дұрыс дұрыс жазылса дұрыс. Бірге жұмыс жасаймыз қан? Ортаға? Кел, тастар ашамыз онда. Балауса. Ағай. Кім? Есеп жарын ма? Кел онда. Тақтан екіншілігін қарамыз. Көп тұр. F2 bölüngen S2 bölüngen S2. Ne tamamız olan? F2. Kaç düşünecek sorular var mı? Ya birinci S4 5 metre kvadrat, F2 200 Newton. İşitiyor. Нажали Evet. Qancha chiqdi? F1 o'rnina 400 qo'ydi, 400 dan ko'paytiramiz. S2 Сөйтіп есе 5 метр квадратқа бөлінді. Сонда қанша шықты? 40 мың ньютон. 40 мың ньютонды килоньютонға айналдырамыз. Қанша? 40 килоньютон шығады. 40. Дұрыс па? Жазады. 40 килоньютон жазады. Жоқ, килоньютон 40 көбейтілген. Оның нешінші дәрежесі? 3-ші дәрежесі. 40 көбейтілген. Оның нешінші? 3-ші дәрежесі көбейтілген. Қосылуымыз көбейтілген. Килоньютон. 40 ньютон десе. Жарайды. Бұдан кейін F1 бізде қанша? 5 метр квадрат. F1 мен енді көбейтеміз. S2-ні көбейтеміз, сонда? Одан шықпасанда S1-ге бөлеміз. Екеуі күні бірдей болып қанша па? Бір есеп шығарып көрді. Сен, үшінші есеп шығарып, бірдей. Тапсың ба? Ағай, бізге ағай болар, бірінші мен үшіншісін шығарайын. Үшінші жұмас мен кән? Бұл 500. Дұрыс. Дұрыс. Одан. Алды километр. Дұрыс. Так, екінші есеп. Кән, ерасын. Тақтадан жазып алдық па? Тәптерді ашамыз. Тақтада есепті істейміз. Тесіп жазып алайық. Кән, мынадан келесі. Гидравликалық машина. Мына нарет өшіріңіз.
Қалғанымыз басқа кім шығарды? Гидравлика пресс. Так, F1 қанша тең екен? D. Diametrda bo'ladi. D teng qancha? 3 cm tesiz. Adan keyin D2. Teng 90 cm. Aha, 200 cm berib tursa, onda sol kuyda qoldiramiz. Durust F2 qo'shib olamiz. Al, ketdi. Ara qarang. Tak, F1 bo'lingan qancha? F2 bo'lingan D. Aha. D kvadrat. Aha. O'zini D. Так. So'dan endi davomimiz F2 davomimiz. F2 topish uchun F2 teng. F1 men endi ko'paytiramiz. D2 ko'paytiramiz. Ko'chib. F1. Qanchasiz? F1 ko'paytirgan D2 ko'paytiramiz. Bölçük, aslında. Bölümümüz bölçük. Ama Düz dolucu türevirsin ne? Gel, orada koyup sarımda. F2 teng. F2 teng. F2 teng. Teng. F1 o'rnida qancha tur? 2 ko'paytir 10. 10 qancha? Sen astini yozibdi. Astini yozsa shuni to'g'ri. Astini yozaman. Men hozir ash qo'ydim. Ana astini yozib, ko'paytir 15 derecesi yo'q ko'paytirgan qancha? Lekin o'rniga 90 kvadrat qancha bo'ladi? 90 da ko'paytiramiz qanchaga? 8100 bo'ladi. 8100. Tabar qancha? 2400. 2400 tak kvadratdan 9 bo'ladi, 90 kvadrati, sonda 81 ming. Evet. Ko'paytirsin 27 bunun 5 derecesi. Bölemiz 9'a. Teng. Qancha bo'ldi ekan? Qancha bo'ldi Meri? 2400. Onun qancha derecesi? 5. Onun 5 derecesi ne bunda? Newton var. Derece oturalım. Derece. Yaxsa, Meri, balonsa, Muhammed Ali. Yaxsa, atsasınlar. Bu beslikle bağlı koyalım. Kalganlarımız kichkina dayındalamız. Endi bag'imiz o'zi isteklar bo'yicha saboqlarimizda qanday o'tganligini yozib, istaymiz.
Tamam. Hatırlat ya. Bak, yani refleksiyonimiz yetiştirdik basmalarda olan mı? Siz aslında cazap mısınız? Bakın, hep tasarruf getiremiz ya. Tak, yugör. Hidravlik makine, 125 bet taşımız. Kitaptan, ya? 125 betdagi 1, 2, 3 esepni istaymiz. Chiqarib, kelaymiz. Bugun sababimiz qoldi. Uyda 1, 2, 3 esepni istaymiz. Chiqarib kelamiz. Daray, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.